مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі айтайық деп отырған уағызымыз адамның өмірін күрт өзгертетін, адамды бір халден екінші халге ауыстыратын сөз ол ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөздің фазилеттері жайында. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي برجل يوم القيامة إلى الميزان فيخرج له 99 سجيلا كل سجيل منها مد بصر فيها خطاياه وذنوبه فيدع في كف الميزان ثم يخرج قرطاس مثل أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيدع في الكف الأخرى فيرجع على خطاياه. Амру бин Ал-Ас радиаллаху анху риwayat қылған хадисте Алланың елшісі Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады: Қиямет күні мизан таразысына бір адамның 99 кітап әкелінеді дейді. Сол 99 кітаптың біреуі ені мен ұзындығын адамның көзі жетпейді дейді. Сондай үлкен болады. 99-ы толған тек қана қателіктер мен күнәлар болады дейді. Соны мизан таразысының бір жақ шетіне әкеледі. Екінші жақ шетіне бір жапырақ кішкентай қағаз әкеледі. Ол қағазда Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деген сөз ғана болады. Ол қағазда яғни мағынасы куәлік беремін Алладан басқа ешбір құдай жоқ, және куәлік беремін Алланың елшісі Мұхаммад және Алланың құлы деп куәлік беремін деген сөз екен. Сол сөзді екінші жақ шетіне қояды дейді. Сөйткен кезде жаңағы 99 кітаптың барлығын басып, жаңағы бір ауыз сөз адамның өміріндегі иман айтқан Алладан басқа ешбір құдай жоқ, Мұхаммад оның елшісі және құлы деген сөз сол 99 толған күнә мен қателіктері бар кітапты басып кетеді дейді. Міне осы куәлік беру Алладан басқа ешбір құдай жоқ, Мұхаммад оның елшісі және құлы деп куәлік берген адам осы дүниеде өмірі қиыншылықтан жеңілдікке, ақылсыздықтан ақылдылыққа, өнегелікке және де азғыншылықтан жақсылыққа күрт өзгереді. Және де қиямет күні осы өмірде білмей істеген қателіктерімен және де үлкенді кішілі күнәларының жойылып кетуіне себепші болады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір хадисінде «Афдалу ма қулту ана ва ан-набиюн қабли ла илаха иллаллах» дейді. Мен және менің алдымда болған бүкіл нәбилердің айтқан ең жақсы сөзі ол ла илаха иллаллах деген сөз деді. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам және де оның алдында болған бүкіл пайғамбарлардың уағыздаған нәрсесі осы ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөз. Және де Құран кәрімде Аллаху субханаху ва тағала أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب. Ғафир сүресінің 3-ші аятында ол Аллах күнәларды кешіруші және тәубаларды қабыл қылушы және қатты жазалаушы деді. Осы аятты Абдуллах бин Мас'уд радиаллаху анху тәпсірлеген кезде, яғни мағынасын түсіндірген кезде, кімнің күнәсін кешіреді деген кезде, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген адамның күнәсін кешіреді. Кімнің тәубасын қабыл қылады деген сөзге, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген адамның тәубасын қабыл қылады. Және де кімді қатты жазалайды деген кезде, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах демеген адамды жазалайды. Міне, мұсылман адам баласы осы өмірге келгендегі мақсаты да Аллахты мойындау және Аллахтан келген уахиді мойындау және пайғамбарлардың барлығын мойындай отыра пайғамбарымыз, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды Алладан келген елші және Алланың құлы екенін мойындау.
Сонымен қатар жаманшылықтан бас тартып жақсылыққа бет бұру. Жаңағы Абу Хурайра радиаллаху анху айтқан сөзі бар. Құлту я Расулуллах мән асбақан нас иля шафаатука. Қала мән қала ла илаха иллаллах халисан мин нафсихи. Абу Хурайра радиаллаху анху айтты: Я Алланың елшісі, сенің шапағатыңа ең лайықты болатын, ең бірінші лайықты болатын кімдер деп сұраған кезде, олар ла илаха иллаллах деп айтқандарды. Яғни қиямет күні біз Аллахтың рахметімен бірінші, және де пайғамбарымыздың шапағатымен дозақтан құтылып, жәннатқа кіреміз. Сол дозақтан құтылып, Аллахтың қаһарынан, Аллахтың рахметіне лайық болуымыз үшін де осы дүниеде Аллахты мойындап, Аллахтың жіберген дінімен өмір сүру. Анас бин Малик радиаллаху анху айтады: Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрадым дейді. Жәннаттың бағасы бар ма, құны бар ма деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: Кімде-кім ла илаха иллаллах десе, сол жәннаттың құны болып есептелінеді. Яғни ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөз тек қана бір ауызбен ғана айтылып емес, сонымен қатар жүрекпен қабылданып, сол сөзбен өмір сүріп, сол сөздің шеңберінде келген дінмен, шариғатпен, қағидамен өмір сүрген адам әлбетте осы өмірінде берекелі болып, қиямет күні Аллахтың азабынан құтылатынына шүбәміз жоқ. Ата радиаллаху анху айтады: Аллах Тағала Құран кәрімде айтты дейді: Мән жабил хасанатин фалаху хайрун минха дейді. Намл сүресінің 89 аятында Аллах Тағала айтады: Кімде-кім бір жақсылықпен келсе, ол үшін одан да артық бір жақсылық бар деді. Ол жақсылық бұл ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген жақсылық. Кімде-кім ла илаха иллаллах деп айтса, одан да үлкен жақсылық, ол жәннат бар деген сөз дейді. Және де тағы бір аятта: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ман жаа биссайиатин факубитат уджухухум финнар. Кімде-кім бір жаманшылықпен келсе, онда Аллах Тағала оларды екі бетінен дозаққа лақтырады дейді. Жаманшылықпен келу деген ол осы дүниеде осы ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөзді мойындамау, және де осы сөзге қарсы әрекет қылу. Аллахты мойындамау, Аллахтың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды мойындамау. Хасан аль-Басри Аллах Тағаланың Құран кәрімде Рахман сүресінің 60 аяты туралы айтқанда: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, хал жазаул ихсану илля лихсан дейді. Аллах Тағала Құран кәрімде айтады: Жақсылықтың жазасы ол жақсылық емес па деген кезде осыны Хасан аль-Басри айтады. Жақсылық деп осы дүниеде ла илаха иллаллах деп айтқандарды айтады, айтқан сөзді айтады. Оның жақсылығы, ол үшін берілетін жақсылық қиямет күніндегі Аллах Тағаланың жәннаты емес. Міне бір ауыз сөз ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөз. Осы бір ауыз сөз адамның өмірін жоғарыда айтқанымыздай жақсылыққа өзгертеді, жаманшылықтан аулақ қылады. Осы сөз шынымен шын жүрегімізбен шығып, шын тілімізбен айтылып, көңілімізбен айтылып, соны жүрегімізбен қабылданған болса, біз хақиқатында мүмин, мұсылман адам болып есептелінеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады: Мән қала ла илаха иллаллах дахалал джанна дейді. Кімде-кім ла илаха иллаллах Мұхаммад ла илаха иллаллах деп айтса, ол жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізген бір хадистерде Мұса алейхиссалам айтты дейді. Мұса алейхиссалам дұға қылды дейді: Я Раб, даллуни аля амал أعملها يكون شكرا لما أنعمت علي. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. وكان موسى يطلب الزيادة فقال يا موسى لو وضعت 7 السماوات و7 الأرضين في كف الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كف الأخرى لا رجح لا إله إلا الله. موسى عليه السلام الله تعالى دعا قылады: Я Аллах, маған бір амалды көрсет, сол амалды істесем, мен саған шүкір қылған құлдарыңның қатарында болатындай, сенің сүйген бәнделеріңнің қатарында болатындай бір амал үйрет дейді. Сонда Аллах Тағала айтады: Я Мұса, ла илаха иллаллахты айт дейді. Сонда саған барлық қылған дұғаларын қабыл етіп, жақсылықтар арттыра түсіреді дейді. Сонда Мұса алейхиссалам айтады: Бұны
тағы да бұдан да тағы басқа бұдан да артық нәрселерді айтты деген кезде Аллах тағала айтады: я Муса, егер бүкіл 7 аспан мен 7 жерді таразының бір жақ шетіне қойсаң, және де осы ла илаха иллаллах деген сөзді таразының екінші жақ шетіне қойсаң, жаңағы 7 аспан мен 7 жер ол ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөзді ешқашан басып жеңбейді дейді. Ислам ғұламалары, пайғамбарымыздың сахабалары, ислам ғалымдары айтып кетеді: Аллахтың алдында құрметті және де Аллах тағаланың періштелерінің алдында құрметті болсаң, 7 нәрсеге ықтият бол дейді. Біріншісі, әуәлуха ай яқулу анда ибтила күллі шайын бисмилlah. Ай яқулу анда ибтида күллі шайын бисмилlah. Барлық бір жақсы нәрсені бастамастан бұрын бисмиллямен баста дейді. Екіншісі, ай яқула бa'да фирағ мин күллі шайын альхамдулиллах. Барлық жақсы нәрселерді бітіріп біткеннен кейін альхамдулиллах пен аяқта дейді. Үшіншісі, уәтталис, إذا جار على لسانه لغو أو عمل سوء فقل أو كثر يقول بعده أستغفر الله. Егер сенің тіліңнен байқаусызда не болмаса әтейге бір жаман сөздер шықса, не болмаса жаман амалдарды істесең, артынан дереу астағфируллах деп Аллахтан кешірімін сұра дейді. والرابع إذا أراد أن يقول أفعل غدا كذا كذا فيقول على أثره إن شاء الله. Төртіншісі дейді, бір нәрсені ертең істеймін деп, не болмаса болашақта істеймін деп айтатын болсаң, онда сол сөзіңнен кейін іле-шала иншаалланы айт. Аллах қаласа деген мағына сөзді. Вал хамис إذا استقبله مكروه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Егер өміріңде бір жаманшылық кездестірсең, не болмаса бір қиыншылықты кездестірсең, онда дереу ла хаула ва ла қуввата илля биллахил алийл азим дегенді айт. والسادس إذا أصابته مصيبة في النفس أو في المال قل أو كثر يقول إن لله وإنا إليه راجعون. Егер басыңа бір қиыншылық түссе, не болмаса Аллахтан бір сынақ келсе, онда малыңа да жаныңа да бір сынақ келіп қиыншылық келсе дейді, онда сен көбірек айт осы сөзді: инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп. Бұл Құрандағы аят шындығында барлығы Аллахтан және барлығы Аллахқа қайтады деген сөз. والسابع لا يزال يجري على لسانه في أناء الليل وأطراف النهار لا إله إلا الله. және жетінші нәрсе ең соңғы, күні түні тілің ла илаха иллаллахты айтудан босамасын дейді. Міне, мұсылман өмірінде күнде бір нәрсені бастаған кезде бисмиллямен бастап, және жақсы нәрсені біткен кезде альхамдулиллах деп шүкір айтып, бисмилля деген Алланың атымен бастаймын деп, және жақсы нәрсе біткен кезде Аллаға мыңда бір шүкір деп шүкір айтса, және де бір қиыншылық көрген кезде Аллахтан басқа ешбір қуат жоқ, барлық жақсылық Аллахтан деп, олық Аллахтан деп айтып, не болмаса бір жақсылықты ертең бүрсігіне істеймін деп ниет қылған кезде иншалла Аллах қаласа деп, әрдайым қандай да бір сынағымызда да, әрдайым қандай да бір жақсылығымызда да Аллахты мадақтап, Аллахқа мақтаулар, саналар айтып, Аллахқа шүкіршілік айтып, және Аллахтың жіберген қиыншылықтарына, Аллахтың берген сынақтарына сабырлы болсақ, біздің өміріміз берекелі болады, және Аллахтың алдында да құрметті, және Аллахтың періштелерінің алдында да құрметті, және де басқа да адам мен мұсылмандардың алдыларында да, адамдардың алдында да құрметті болатынымызға ешқандай шүбә жоқ, ешқандай шүбә жоқ екендігіне көзіміз жетеді. және де рауа ан Амру бин Динар ан Джабир بن عبد الله قال حدثنا من سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما أكشفوا عني فإن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا أن تتكلموا به. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا muvaqqanan dakhalal janna дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп Муаз бин Джабар радиаллаху анху айтады.
Пайғамбарымыз басқаларға айтты деп маған сәлем айтқан. Кімде-кім шынымен, ықыласымен ла илаха иллаллах деп айтса, ол шындығында жәннатқа кіреді деп сүйіншілеген деді. Және де пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадисінде "Ман лаққана андал маут ла илаха иллаллах дахалал жанна" дейді. Кімде-кім өлеңнің алдында, дүние саларының алдында ла илаха иллаллах десе, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Және тағы бір хадисінде "Ман кана ахир каламихи минад дуnya ла илаха иллаллах дахалал жанна" дейді. Кімнің өмірдегі ең соңғы сөзі ла илаха иллаллах деп айтатын болса, ол жәннатқа кіреді дейді. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті ағайын, құрметті мұсылман қауым, біз қанша өмір сүретіміз тек қана Аллахқа мәлім. Кімнің өмірі ұзақ болатын, кімнің өмірі қысқа болатын да Аллахқа мәлім. Сондықтан біз әрдайым Аллахтың құзырына баратынымызды ұмытпай, әрдайым ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген сөзді аузымыздан тастамай жүрсек, осы дүниеде мұсылман болып өтіп, және де ол дүниеге мұсылман болып аттануымызға да ешқандай шүбәміз жоқ. Ан Жабир бин Абдуллах радиаллаху та'ала анху, анин наби саллаллаху алейхи вассалам аннаху қала: "Ала أخبركم بشيء أمر به نوح عليه السلام ابنه قال يا بني آمركم بأمرين وأنهاكم عن أمرين آمرك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن السماء والأرض لو جعلتا في كف ولا إله إلا الله في كف أخرى لوزنت حديد." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп Абдуллах, Жабир бин Абдуллах радиаллаху анхум айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізден сұрады дейді: "Сендерге бір Нух алейхиссалам өзінің ұлына өсиет қылған, насихат айтқан бір сөзді жеткізейін ба?" деді. Сонда Нух өзінің баласына қалып: "Ей балам, мен саған екі нәрсені әмір қылам, екі нәрсені тиям. Осы әмір қылатын екі нәрселерімнің біреуі ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп айтуды. Яғни Алладан басқа ешбір құдай жоқ, және де Аллахқа ешқандай шерік жоқ деп айту. Міне, осы сөзді айтқан адам егер таразының бір шетіне аспан мен жерді қойса, және де екінші шетіне осы ла илаха иллаллах Мұхаммад ла илаха иллаллах деген сөзді қойса, аспан мен жер оны басып кете алмайды деді. وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الملائكة والدعاء الخلق وبها يرزق الخلق. Және екінші әмір қылатын сөз ол Субханаллахи ва бихамди. Яғни Аллахқа тәсбих айту, Аллахты ұлықтап, Аллахқа мадақтау айту. Ол періштелердің дұғасы, және де Аллах Тағаланың жаратқан құлдарының дұғасы. Соны айтқан адамға Аллах Тағала осы дүниеде ырзығын көбейтеді. Яғни сауабы ол дүниеде бар, және де осы дүниеде ырзығы мол болады. وأنهاك أن تشرك بالله شيئا فإن من أشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه جنة. Және де тиятын нәрсеміз ол Аллахқа серік қосу. Кімде-кім Аллахқа серік қосып, Алладан басқа нәрселерге құлшылық етіп, не болмаса Алладан басқа бір жаратылған нәрседен сұрайтын болса, оған Аллах Тағала жәннатты харам қылады. وأنهاك عن الكبر فإنه لا أحد يدخل الجنة في قلبه مثقال حبة من خردل من кибр. Және де екінші тыйған нәрсе Нух алейхиссалам баласын ол тәкаппарлық. Кімнің жүрегінде дәннің кішкентай дәнектей тәкаппарлық болса, ол жәннатқа кірмейді дейді. Міне, екі үлкен күнәдан тыйып, екі үлкен нығметке Нух алейхиссалам ұлын өсиет қалдырды. Яғни бірінші тыйған нәрселердің біріншісі ол Аллахтан басқа ешкімге құлшылық қылмау, Аллахқа серік қоспау, екінші және тәкаппарлықтан аулақ болу. Тәкаппарлық дегеніміз ол адамның жүрегіне кірген кезде, тәкаппарлық адамның жүрегінде болса, адамның жүрегінде имандылық болмайды. Кімнің жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппарлық болған кезде, ол кісінің жаңағы құлшылығына да, жаңағы өміріне де, осы дүниедегі істеген барлық жақсы ізгі садақаларына да, садақаларының да қабыл болуына кедергі болатынына күмән жоқ. Және де Анас бин Малик радиаллаху анху айтады, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Ла илаха иллаллах саманул джанна ва фи хабар ухра мифтахал джанна." Анас бин Малик радиаллаху анху айтты дейді:
Cennetin kunu ol la ilahe illallah деген сөз. Тағы бір риwаяттарда cennetin kunu ol cennetin kilti ol la ilahe illallah деп айтқан деген. Яғни жәннаттың кілті ла илаха иллаллах болса, сол кілттің тістеуі ол біз Аллахқа құлшылық етуіміз, Аллахтың және Аллахтың елшісіне мойынсынуымыз, және де халқымызға, елімізге жақсылық әкелуіміз. Бұл жақсылықта өмір сүруіміз бұл жәннаттың кілті және сол кілттің тістеуі болып есептелінеді. Сондықтан әрдайым біз осы өмірде және осы ақылымыз бар, өзін-өзі мұсылманмын деп санаған, өзін-өзі халқына, еліне пайда әкелем деген адам ең бірінші өзін түзетіп, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп Аллахқа құлшылық етіп, және де туған туысқандарына, бала шағаларына, қоршаған өзінің көрші қолаң жолдас жораларына барлығына осы сөздің кереметімен, нығметін, фазилетін жеткізе біліп, және де осы сөзді істеген адамға Аллах тағала жәннетті уәде қылған екендігін жеткізе білген адам әлбетте мүмин болған адам деп есептейміз. Аллах тағала айтқандарымызға айтқанның, естігендерімізге естігеннің сауабын жазып, айтқан білгендерімізге амал қылуды нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى